Сәлем достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге өте оңай, өте тез жасалатын, жартақ сағатты жасауға болатын, және ешқандай сливкидің да керегі жоқ, әдемі торттың жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 1 кесе қант, 2 кесе ұн, какао, разрыхлитель, 1 кружка сүт, 50 грамм сұйық май керек болады. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң 2 кесе ұнымызды салып, 2 қасық какаомызды салып, тағы да араластыра отырып, бір қасық разрыхлитель салып, 1 кружка сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Содан соң өсімдік майын құйып, тағы да араластырып, ең соңында 1 кружка қайнаған су құямыз. Қайнап тұрған суды құйып, жақсылап араластырамыз. Қоспамыз қою қаймақ тәрізді болу керек. Содан соң газымызға тапамызды қойып, сковородканы, құрғақ сковородкада 3-4 қасық салып, осылай жайып, корждарды пісіреміз. Крышкасын жауып, қақпағын жауып, 5 минутта, 7 минутта солай астын жай қойып пісіреміз. Аударудың қажеті жоқ. Бетін осылай басып көргенде, қолыңызға жабыспаса болды. Содан соң дайын корждарымызды біркелкі етіп кесіп аламыз. Креміне 20% сметана қаймаққа 1 кесе қантты қосып, осылай араластырып дайындап аламыз. Содан соң корждарымыздың арасына қаймақты жағып, тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинап болған соң, бетін әртүрлі етіп әсемдеуге болады. Мен жаңғақты осылай турап алып, бетіне сеуіп шығамын. Жиегіне корждардан қалған кесінділерді майдалап оқтаумен есіп, осылай жиегіне жабыстырып шығамын. Осындай әдемі торт, өте жұмсақ, өте қарапайым. Ешқандай сливкидің де қажеті жоқ, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет.